22 наурыз ұлыстың ұлы күні. Бұл күні күн мен түн теңеледі. Табиғат та, жер-ана да, жан-жануар да түлейді, жаңарады. Наурыз жыл басы. Дәстүріміз бойынша үйге қос шырақ жағылады. Ыдыстар ернеуіне дейін айранмен, қымызбен, сүтпен толтырылады. Бұл тоқшылықтың белгісі болып саналады. Сондай-ақ сүрленген жылқы, қой еттері арнайы кебежелерде сақталып, мереке күні қазанға түседі. Қазан наурыз көжелер әзірленіп, бұқара халық той-думанға бөленеді. Дәл осы уақытта адамзаттың бойында қан жүгіріп, жеміс ағаштары бүршік жарады. Қырда қызғалтақ құлпырып, далада наурызек гүлдері кілемше төгіледі. 7 түрлі дәмнен наурыз көже жасалады. Наурыз көжемізді дайындауға кірісейік. Құрамына кіретін барлық заттардың мөлшерін описанияға жазып қоямын. Ең алдымен қазанымызға жуып тазаланған етімізді саламыз. Толтырып, су құйып, қайнатамыз. Құртымызға су құйдым. Барлық дәндерді жуып тазалап, үстіне су құйып, бұқтырып қоямыз. Күріштімен осылай табада қуырып алып қосамын, сонда ерекше дәм береді. Біздің етіміз қайнады. Қайнағанда осындай көбігін алып тастаймыз да, бетін жауып, кемінде 2-2,5 сағат қайнатамыз. Барлық дәндерді де осылай жеке-жеке қайнатып алдым. Өйткені әр қайсысынан әр түрлі ащы, қышқыл дәмдер бөлінеді. Біздің етіміз 2,5 сағат қайнады, толықтай пісті. Етімізді сүзіп аламыз, суытамыз. Сорпамызды сүзгіден өткізіп аламыз. Содан соң сорпамызға піскен барлық дәндерді қосып шығамыз. Мен бұл жерде бидай, жүгері, арпа, ноқат, маш, күріш, етті майдалап турадым, дәміне қарай тұз септім. Құртымызды блендерға салып, үстіне айран құйып, езіп аламыз. Сол кезде көжеге ерекше дәм береді. Көжемізге айранымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің наурыз көжеміз өте дәмді, қою, тойымды болды. Енді талқан дайындаймыз. Талқанға 4 ас қасық қант сеуіп, тұз сеуіп араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, осылай видеодағыдай мыжып аламыз. Содан соң сгущенка қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Араласқан талқанымыз қолға жабыспайды. Осындай құрт тәріздес пішінде дайындаймыз. Қалауыңызша кез келген формада дайындауға болады. Дөңгелек, 4 бұрышты қылып та дайындасаңыз болады. Мен осылай қолыма қысып, сопақша тәріздес дайындадым. Бұл өте дәмді, тойымды, пайдалы. Енді тары чизкейк дайындаймыз. Жуып тазаланған тарыға ыстық сүтімізді құйып бұқтырып қоямыз. Ұнымызға қопсытқыш саламыз. Май қосамыз, еріп тұрған бөлме температурасында. Араластырып, крошки дайындаймыз. Үстіне қант себеміз, оны да араластырамыз.
Содан соң жұмыртқамызды салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды салафанға салып, кемінде 20-25 минут қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Қаймаққа, қант, жұмыртқа, жүгері крахмалын қосып, араластырамыз. Тарыны қосамыз, араластырамыз. Енді қамырымызды формамызға жайып, бортиктарын шығарып, тары салмасын құямыз. 180 градус қызып тұрған пеште кемінде 45 минут пісіріп аламыз. Толықтай суытамыз. Бұл өте дәмді, қазіргі хит болып жатқан пирогтардың бірі. Тойымды, тары жемейтіндер бұл пирогқа қосылған тарыны міндетті түрде жеп ұнатады. Біздің Наурыз мейрамына арнайы жасалған дастарханымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз менің каналымның ары қарай дамуына өте маңызды. Наурыз 7 дәннен нәрлі көже жасап, жаттың да, жақынның да бір-біріне дәм татқызатын, ақ дастархан басында бірге ас ішетін ынтымақ пен бірліктің мерекесі. Наурыз жыл бойы өткен, кеткен ренішті кешіріп, ән күймен, ойын сауықпен жанды жадыратып, сананы серпілтетін көңіл күйдің мерекесі. Жаңа жыл, ұлыстың ұлы күні, Наурыз мерекесі құтты болсын. Баршаңыз адамдық игіліктердің ең құтты да, қуанышты, ырысты да, тынысты жақсылықтармен қауышыңыздар. Әз Наурыз құтты болсын.